Сәлем достар, бүгін біз 1992 жылғы «Подглядывая за Мариной» фильмнің сюжетін талқылайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Ендеше видеомызды бастаймыз. Иногда я получаю удовольствие. Марк Деррик Майамидегі тыйым салынған бұйымдарға қарсы күресу бөлімшесінде жұмыс жасаған бұрынғы полицей. Кәсіби мерген өзінің жұмысын керемет орындады, бірақ ашкөздік оны қылмыскерлермен байланысуға мәжбүрледі. Ол өзін-өзі алдаумен айналысты және паралардың бәрі әйелі мен ұлының өмірін жақсартады деп санады. Негізінде Марк кәдімгі жемқор полицейге айналды. Барлығы оның жоспарындағыдай болмады және бұл алдымен Марктың серіктесінің өліміне әкелді. Ал сосын оның қылмысы ашылды және ол сот алдына келді. Полицейдің басқа қылмыстары жасырын қалды, сондықтан оның жемқорлық үшін түрмеге 10 жылға отыруы мүмкін еді. Бостандықта қалу үшін ол тергеумен мәмілеге отырды және бірнеше банда басшыларының аттарын атады. Көп ұзамай Маркты босатты, ал тыйым салынған бұйымдардың саудагерлері оны ұмытпады және өздерін еске салуды шешті. Сатқыннан кек ала отырып, олар оның көлігін жарды. Салдарынан Марктың әйелі мен ұлы мерт болды. Содан бері біраз уақыт өтті, бірақ ер адамды әлі де қорқынышты түстер қинайды. Онда ол жүріп бара жатқан көлікті көреді. Ол айқайлап әйелінің тоқтауын өтінеді, бірақ тым кеш еді. Қазір жұмысы не отбасы жоқ Марк жалдамалы адам өлтіруші болды. Буэнос-Айреске келіп, ол жергілікті мафиоздармен кездесті. Тони Штайнберг дәл осы мергенді 3 себеппен жалдауды шешті. Марк өз ісінің шебері, оны жұмыс ортасында танымайды және ер адамның кек алу мүмкіндігі бар. Сөйтсе, жалданушының келесі тапсырысы кезінде Марктың көлігін жаруға бұйрық берген мафия басшысы екен. Кепіл мен пәтердің кілтін алғасын ер адам өлтіруге дайындалу үшін үйге тартты. Осы сәттен бастап Маркты аргентиналықтардың барлығы Мартинес деп білетін болады. Ол оның өтірік есімі. Пәтерге тап болып, ер адам факсты қабылдайды және жасырын қаруды тауып алады. Оның жағдайын тексеріп, мафия басшысының көзін жоюға дайындалады. Көрші пәтерде тынышсыз қыз өмір сүреді, сондықтан Марк қабырғадан әртүрлі дыбыстарды естиді. Басында бұл ән шырқау мен ыңқылдау, ал сәл кейініректен кейін айқай мен жылау. Ер адам кішкене босаңсып алуды шешеді және жеңіл жүрісті қызбен танысу үшін серуенге шығады. Жағымды бейтаныс қыз Маркты өзінің үйіне әкеледі және $100 алғасын оятқышты қосады, өйткені оның қасында уақытты ұмытып кетуі мүмкін. Сағаттың тықылдауы Маркты тітіркендіреді және ол ашудан өзін әрең ұстап тұр. Қорыққан қыз екі дәуді көмекке шақырады және олар жаман мінезі үшін клиентті дөрекі түрде жазалайды. Марк өткенді еске алуын жалғастырады және жұмысы мен отбасын жоғалтқаны үшін өкінеді. Оның өмірін бақытты деп атауға болатын еді, бірақ ер адам шалыс басты және бұл оны қиратты. Қазір болса ол жаңа жұмысы туралы ойлау керек және адам өлтіруге дайындалуы керек. Мұны істегісі келмесе де. Көрші пәтерден дауыстардың шығуы жалғасады және Марк оның көршісі кім екенін анықтауды шешеді. Ол өзінің балконына шығады және пәтерде жалаң аяқ қыдырып жүрген жас әрі нәзік қызға сығалайды. Көп ұзамай бейтаныс қыз кетіп қалады және кешкісін жалғыз өзі оралмайды. Марк әлі де қаза болған әйел мен баласынан зардап шегуде, сондықтан көп ішеді. Оянғасын ол көрші пәтерден дауыстарды естиді және қызға көз жүгіртуді шешеді. Марк көршісінің әлдебір еркекпен көңіл көтеріп, бұдан ләззат алып жатқанын байқайды. Таңда Марина оның сүйікті жыланы балкон арқылы көрші пәтерге өтіп кеткенін байқайды. Ол оның артынан барып, пәтердің қожайынын шақырады, бірақ ешкім жауап бермейді. Көп ұзамай ол оянған Маркты кездестіреді және оған барлығын түсіндіруге тырысады, бірақ ер адам қыздың сөздеріне сеніңкіремейді. Сондай-ақ ол онымен жақынырақ танысуға тырысады, бірақ Марина оны теріс қайтарып, өзінікіне кетіп қалады. Марк сұлуды тағы да сығалауды шешеді және оны жалаңаш күйінше жыланымен ойнап жатқанын көреді. Сәл кейінірек ол оның есімін білу үшін пәтеріне асып өтеді. Марина өте жұмбақ әрі жан-жақты қыз. Оның шкафында құпиялар ғана емес, үлкендерге арналған ойыншықтар да сақталады. Марк алаңдаулы, бірақ оны қыздың кенеттен оралуы одан да қатты жүйкеленуге мәжбүрлейді. Еденде жатқан кездейсоқ қолына ілінген іш киімді қалтасына жасырып, Марк ұрланып кірген үшін кешірім сұрамады, өйткені 1 сағат бұрын Марина да осылай жасаған. Ұрыс нәтижесінде жұптар құмарлана сүйісті және бетіне шапалақ алып, Марк өзінікіне кетті. Жаңа жазбада
арада Тони мергеннің полигонға келуін өтінді. Мылтықты қолданып көріп, мафиозды өлтіруге дайындалу үшін. Банданың басқа мүшелері Марктан күдіктенеді және оның кәсіпқойлығына сеніңкіремейді. Бірақ ол оннан астам оқ атады және бір ретте мүлт кетпейді. Кешкісін ер адам үйіне оралады және тағы да Маринаның ыңқылын естиді. Қонаққа оған ғашығы келіпті. Марк балконға шығып, қыздың қалай ләззат алып жатқанын көреді. Әлде бір сәтте Марина оны байқайды, бірақ бұдан қысылмайды. Керісінше Маркке жақсырақ көріну үшін пердені сырады және оның сығалап тұрғанынан ләззат алады. Келесі күні Марк алдағы істі талқылау үшін Тонимен кездеседі. Бағыныштыларына қарағанда мафиоз мергеннің кәсіпқойлығына күмәнданбайды, бірақ Марктың кішкене ояу болуын өтінеді. Марк пәтерінен шықпайды және бұл оған деген күдік туғызуы мүмкін. Тонидің сөздерін назарына алып, ер адам үйіне оралады және оны жағымды тосынсый күтіп тұрғанынан күдіктенбейді. Марина іш киімін жоғалтты және оның Маркта екенін түсінді. Сондықтан оны қайтару үшін оған қонаққа келді. Ер адам нәзік әрі жас қыздың алдында өзін ұстай алмай оған атылады. Содан кейін олар махаббатпен айналысады. Сәл кейінірек Марина оның ойнасы Хэнктің адам шошырлықта екенін мойындайды. Ол оны сүймейді, бірақ бұл еркекпен кездесуге мәжбүр. Өйткені ол қаладағы ықпалды тұлға және оны қамтамасыз етеді. Анасының өлімінен кейін ол оған қамқорлық көрсеткен жалғыз адам және дөрекіліктеріне қарамастан ол барлығына шыдап Хэнкпен кездесуін жалғастыруы қажет. Марк қызғанады және оның ойнасын анықтау үшін қызды аңдуды шешеді. Сөйтсе қыз жаңа көйлек сатып алу үшін дүкенге бет алыпты. Маркты бұл тоқтатпады және ол оның артынан киім ауыстыратын бөлмеге барды. Жұптар уақытты жақсы әрі қызықты өткізеді. Содан кейін алыс емес жердегі ресторанға келеді. Марина оған сезімін мойындаған ер адамға ашық түрде қырындайды және оған бал жағады. Содан кейін Марктың бетіндегі тәттіні құмарлана жейді. Мерген ұзақ уақыттан бері бірінші рет ғашық болды және өзін басқара алмауда. Маринамен құмарлана билеген соң Марк оны көрші залға сүйрейді және көрініп қалудан қорқпастан қызбен тағы да жақындасады. Марк пен Маринаның арасындағы қарым-қатынас жақсаруда. Қыз ер адамның пәтерінде толықтай үй иесіне айналды. Оны мұндай қамқорлық қуантады, бірақ сондай-ақ мерген өзін жайсыз сезінеді. Ол ешқандай құпияны қаламайды және өзінің жемқорлық үшін қуып жіберген бұрынғы полиция екенін мойындайды. Әйелі мен баласын мафиоздар өлтірген. Ал бұл жерде ол ойдан шығарылған есіммен жүр. Маринаны бұл мүлде шошытпайды, өйткені ол Маркты сүйеді және оны сол күйінше қабылдайды. Әлде бір сәтте қыз оған қоңырау шалып жатқанын естиді және өзінікіне оралады. Хэнктің жұмыс бойынша мәселесі пайда болды және кішкене көңіл көтеру үшін Маринаны өзіне шақырады. Қыз кездесуге шыға бергенде Марк оның ізінен ереді. Әлде бір сәтте қыз із кезуді байқайды және ер адамнан оны аңдымауын өтінеді. Бірақ Марк тыңдамайды және оны бақылауын жалғастырады. Ол оған құл секілді қарайтынын көреді және қызға көмектескісі келеді. Бірақ мұны істеуіне жол бермейтін Хэнктің қарауылын байқайды. Көп ұзамай Маринаны белгісіз бағытқа алып кетеді және Марк үйге оралады. Оған кезекті факс келеді. Онда Тони ақыры өлтіруі керек құрбанының есімін атады. Сөйтсе Марк үнемі көрші бөлмеде болатын Маринаның ойнасы Хэнкті өлтіруі керек екен. Кешкісін Хэнк және бірнеше қыздар Маринаны үйіне әкеледі. Қызға тыйым салынған нәрселерді айдаған, содан кейін жазалау үшін қабырғаға байлаған. Басқа жеңіл жүрісті сұлулар Маринамен ойнап жатқанда Хэнк болып жатқанды камераға түсіреді. Марк қарауылдың төменде қалғанын көреді және мафиозды өлтіру үшін шу басқышы бар тапаншаны қолына алады. Бірақ ол тапсырысын орындап үлгермейінше қыздар терезені жауып қояды. Таңда Марк Хэнкті мылтықпен атқысы келді, бірақ енді адам өлтіргісі келмейтінін түсінді және Маринаның қасындағы жаңа өмірге дайын. Мафиоз кеткесін ер адам сүйікті қызына келіп, оны қорғауға уәде береді. Марина Марктың мақсаты Хэнк екенін біледі және одан өзінің жұмысын істеуін өтінеді. Өйткені осылай ғана ол бостандыққа ие болады. Мерген күмәнданады, бірақ қыз бәрін ойланып, жоспарлап қойған. Олар елден қашып кетулері үшін ол қала маңынан үй жалдап,
билет сатып алып қойған. Хэнктің өлімі де ұсақ түйегіне дейін жоспарланған. Өйткені әр демалысын ол ипподромда өткізеді және көк сұр футболкадағы екінші нөмірде пол болып ойнайды. Алаңға қарсы бетте құрылыс жүріп жатыр және оны ату нүктесі ретінде пайдалануға болады және бұл жерден Маркты ешкім ұстай алмайды. Ғашығының атынан мерген соңғы тапсырысын қабылдауға келіседі. Марк мылтығын дайындайды және құрылысқа аттанады. Содан кейін көк сұр футболка киген екінші нөмірдегі ойыншыны өлтіреді. Жұмысын аяқтаған соң ол қала сыртындағы үйге барады және Маринамен кездеседі. Заттарын орналастыру үшін қыз басқа бөлмеге кетеді және Марктың көзі теледидарға түседі. Жаңалықта Тони Штайнбергтің ипподромдағы өлімі туралы айтып жатыр. Мерген Марина мен Хэнк оны алдап соққанын түсінеді, бірақ енді тым кеш. Өйткені қарулы қыз оны 2 рет атады. Марина заттарын жинап көлікпен кетеді, ал мафиоз өлікті тексеруді шешеді. Шынында Марк өлмепті және дәл тию арқылы өзінің тапсырмасын орындайды. Ауыр жарақатына қарамастан ол көшеге шығып Маринаны өлтіруге күш табады. Өзінің міне өлейін деп жатқанын түсініп, Марк шөпке аунайды және сүйікті қызының қолынан ұстау үшін оған жорғалауын жалғастырады. Бірақ оған 1 метр қалғанда мәңгілікке тоқтайды.